ертеде емес, кеште емес, дәл осы біздің заманда ел ішінде бір елгезек жан өмір сүріпті. Ол жастайынан зерек бала болып өсіпті. Ауыл тіршілігіне бейім. Үлкендердің сөзін тыңдаған есті бала болыпты. Ол туған жерінде алғаш мектеп табалдырығын аттап, білім алыпты. Ата-анасымен басқа ауылға қоныс аударуға мәжбүр болыпты. Осылайша қойшығұл мектептегі білімін ойдағыдай аяқтап әкесіне жылқы бағысып көмектесіпті. Қолындағы құрығы оның бала арманына жол көрсетіп, мал дәрігері болуға бет бұрыпты. Ол байда болмаған, батыр да болмаған, бірақ жүрегі ел деп соққан үлкен азамат еді. Елге қызмет ету, ердің ісі дегенді санасына сіңіріп өскен Қойшығұл есейген соң туған жер үшін еңбек етуді өз парызы санапты. Қандай қызмет түрі болса да, еліне адал қызмет жасапты. Құрық ұстаған жылқышы бала аудан әкімі қызметінде атқарыпты. Сол ауданның әлеуметтік жағдайын жақсартуға жұмыстаныпты. Шағын ауылдарда да таза ауыз су мен көгілдір отын, жүрегіне жылу сыйлар, көшелерде әдемі жарық шамдар мен көгалдар, жаңа леп берер ғимараттар мен тегіс жолдар пайда болыпты. Осылайша Қойшығұл бастаған ауыл азаматтары алысты жақын етті, жоқты бар етіпті. Ауылдың ажары кірді, үміт пен сенім қайта оралды. Халық оған алғысын айтып, туған жердің тұғырлы перзенті деп атаған екен. Содан бері Қойшығұлдың есімі ел есінде, еңбегі ел ертеңінде.